Баршаңызға сәлем. Ғылыми фантастикалық фильмдердің авторлары қорқынышты және таңғажайып құбыжықтарды ойлап табуға көп күш жұмсап келеді. Ал біздің планетамызда кез келген келімсектерге жауап бере алатын тіршілік иелері өмір сүреді. Қолтырауындар бұл динозаврлар дәуірінен тірі қалған аздаған куәгерлердің бірі және 250 миллион жылдан астам уақыт бойы болған. Осындай құрметті жасқа қарамастан, олар өздерін керемет сезінеді және көптеген қызықты факторлармен сізді таң қалдыруға дайын. Ең ірі қолтырауын бұл Үндістанда, Австралияның солтүстігінде және Фиджи аралдарында кездесетін теңіз қолтырауыны. Оның ұзындығы 7 метрге жетеді, ал салмағы 1 тонна. 5 метрліктерінің салмағы кемінде жарты тонна. Сонымен бірге, олардың жұмыртқасының мөлшері қаздардыкіне қарағанда үлкен емес. Ал ең кішкентайы қысқа тұмсықты қолтырауын. Ересектерінің ұзындығы 190 сантиметрге әрең жетеді. Бұлар көбінесе құрғақ жерде өмір сүреді. Ежелгі уақытта пайда болған қолтырауындар туралы кең таралған аңыздардың бірі, қолтырауындар құрбандарын жеп жатқанда жылайды дейді. Шындығында бұл жартылай ғана шындық. Қолтырауындардың көз жасына ұқсас нәрсе шынымен де байқалады. Бірақ бұл секрециялар денеден тұздарды кетіру қажеттілігімен түсіндіріледі. Ол үшін көзге жақын орналасқан арнайы бездер қолданылады. Қолтырауындардың асқазандарында оларды кескен кезде әдетте бірнеше тастар табылып жатады. Негізінен жануарлар жұтылған тағам бөліктерін жақсырақ ұнтақтау үшін оларды жұтады. Өйткені қолтырауындар шайнай алмайды. Сондай-ақ бұл тастар балластың рөлін атқарады деген нұсқа бар. Олар жорғалаушылардың ауырлық центрін қозғалтады. Жүзу кезінде үлкен тұрақтылық береді. Қолтырауын терісі әртүрлі былғарыдан жасалған бұйымдарды жасаудың ең жақсы түрлерінің бірі болып саналады. Жалпы бұл қатыгездік. Бірақ өкінішке орай мұндай кәсіп бар. Өнеркәсіпте іштің терісі ғана қолданылады. Өйткені ол жұмсақтық пен серпімділікке ие. Басқа жерлер, әсіресе аяқ-қол терісі бұған жарамайды. Ол өте берік және қатты, және көбінесе оқтың тікелей соққысына төтеп береді. Әлемнің көптеген мәдениеттерінде қолтырауын терісі байлық пен қоғамдағы жоғары позицияның белгісі болып саналады. Қолтырауын терісінің қол сөмкесі 10-20 мың долларға және одан да қымбатқа түсуі мүмкін. Сондықтан жыл сайын көптеген қолтырауындарды браконьерлер өлтіреді. Бір қатар елдерде қолтырауынға аң аулауға табиғатта тыйым салынады. Сондықтан теріні алу үшін арнайы фермаларда қолтырауындар өсіріледі. Кейбір мәдениеттерде қолтырауын қасиетті жануар ретінде қарастырылады. Мысалы, ежелгі Мысырда. Біздің уақытымызда Жаңа Гвинеяның кейбір тайпалары арасында қолтырауын тотемдік белгі болып табылады. Ал ер адамдар теріні кесу үшін ауыр процедурадан өтеді. Содан кейін ол тыртық болып қалады. Бұл оны қолтырауынға ұқсатады. Қолтырауындардың өмір сүру ұзақтығы 80-100 жылға жетеді және осы кезеңде олар үнемі өсе береді. Бұл сүйектердегі шеміршектің үнемі өсіп келе жатқан аймақтарына байланысты. Олардың тістеріне қатысты жағдай одан да қызықты. Ескі тістердің қуыс түбірлерінде олар тозған сайын жаңа тістер біртіндеп өседі. Сондықтан жыртқыш өзінің негізгі қаруын 10-нан астам рет өзгерте алады. Қолтырауын тасбақаның тасын тістеп сындыра алатын жалғыз жануар. Қолтырауын жағының қысу күші орасан зор. Бірақ ауылды ашатын бұлшық етектердің әлсіздігі соншалық, оны ашуға жол бермеу үшін бір қолдың күші жеткілікті. Қолтырауынның құйрығының соққысы да өте мықты. Қолтырауынның көзі 3-ші мөлдір қабықпен қамтамасыз етілген. Соның арқасында жануарда су астында көру қиындықтары болмайды.
Су қолтрауындардың негізгі өмір сүру ортасы. Онда олар едәуір және тез жүзеді. Қажет болған жағдайда олар судан 2 метр биіктікке секіре алады. Құрлықта олар негізінен демалады және өте қолапайсыз көрінеді. Алайда қауіп төнген жағдайда қолтрауын қатты және тіпті жүйрік аттың әдісімен жүгіре алады. Қолтрауындарды аузын ашып ұзақ уақыт жатқанын жиі кездестіруге болады. Бұл агрессияның көрінісі емес, қарапайым салқындату. Бұл жағдайда ит тілін шығарса, ал қолтрауын аузын ашады. Артық жылу мен тер деммен шығады. Қолтрауын жақтағы орналасқан рецепторлардың арқасында судағы ең аз тербелістерді таниды. Дәл осы қабілет жыртқышқа азығының орналасқан жерін тіпті үлкен қашықтықта білуге мүмкіндік береді. Олардың арасында каннибализм деген түсінік бар. Үлкендері кішілерін жей алады. Сонымен қатар, егер қолтрауын біреудің жұмыртқасын немесе жаңадан шыққан қолтрауындарды тапса, оларды аяусыз жей алады. Осылайша, қолтрауын ұрпақтарының тек 1% ғана тірі қалады. Қалған 99%-ын өз бауырлары, балықтар мен құстарға жем болады. Бұл түрдің өкілдері қаншалықты агрессивті түрде шайқасса да, және олардың жаралары қаншалықты күшті және қорқынышты болса да, оларда гангрена туралы айтпағанда қабыну болмайды. Ғалымдар қолтрауындардың қанында бактериялардың көбеюіне жол бермейтін антибиотик бар дейді. Ғалымдар зертханада 23 ауруға қарсы адамның қанындағы және қолтрауынның қанындағы иммундық реакцияны салыстыруға тырысты. Адамның иммунитеті аурудың 8 түрімен күрессе, қолтрауындікі бәрімен. Соның ішінде өлімге әкелетін алтын стафилококкпен оңай күресті. Сонымен қатар, қолтрауын иммунитеті житсті де жеңе алды. Сізді таң қалдыратыны, бұл ағаштағы ебедейсіз жыртқыш. Алайда, Теннесси университетінің ғалымдары қолтрауындардың кейбір түрлері өзендерге жақын орналасқан ағаштардың діңдерінде көтеріле алатындығына дәлелдер келтірді. Неліктен олардың бұлай жасайтыны әлі түсініксіз. Жұмысшы нұсқасы, жорғалаушылар осылайша терморегуляция үшін ең жақсы жағдай жасайды. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.